Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгін сіздермен бұлтты есептеулерді мобильдік қосымшаларда қалай пайдаланатынымыз туралы айтатын боламыз. Алдымен бұлтты есептеулерді қандай платформаны қолданамыз бұлтты есептеулерде, соған тоқталайық. Алдымен біз бұлтты есептеулерде Firebase атты қосымшаға тоқталамыз. Firebase бізге көптеген мүмкіндіктерді береді. Соның ішіндегі бүгін сіздермен авторизация және регистрация бөлімдерін қарастыратын боламыз. Мынау сіздер көріп отырған бұл Firebase-дің официальный сайты. Осы жерден сіздер получить начало дегенді басасыздар. Осы жерге өздеріңіздің проекттеріңізге кіретін боласыздар. Мына жерде менде көріп отқандарыңызда 5 проекті бар, ал сіздерде ешқандай проекті болмауы мүмкін, бірақ сіздерде мынандай плюс кнопка шығады. Добавить проект. Ары қарай қазір мен көп уақыт алмау үшін қазір мен уже проект создать етіп қойдым, соған кірсем. Сіздерде проект создать ету көп уақыт алмайды, ол сіздерде небәрі, мысалы мен қазір мына жерде 3 мобильдік қосымша қосқам, сіздер осы этаптардан өтесіздер, осы жерден тіркейсіздер, қай мобильді қосымшаны қосып жатқандарыңызды. Қатты қиын болмайды деп ойлаймын. Ары қарай кеттік. Енді менде жоғары жақта көріп отырған, қазір менде 3 мобильдік қосымша қосылған осы Firebase-ге. Ал қандай мобильдік платформада жазамыз, оған тоқталайын. Біз Android Studio бағдарламалық қосымшасы арқылы Android операциялық жүйесіне бағдарламалық қосымшалар жазатын боламыз. Бүгінгі жоғарыда айтып кеткенде, бүгінгі жазатынымыз сіздермен мобильді қосымшамызға кірген мезеттегі авторизация және регистрация және авторизация болмақ. Жақсы, бізде қандай бөлімдер бар, соған тоқталайық. Алдымен ол үшін layout деген бөлігіне өтейін. Сіздер осы жерден менде қазір мына проектін сіздерге GitHub-қа салатын болам, сол жерден сілтеме қалдыратын болам осы видеоның астына. Сіздер осы мына жерде менде авторизацияның және де басқа да барлық Firebase-дің мүмкіншіліктері бар проект тұр, соларды сіздерге көрсететін болам. Ал мына жерде менде не орналасқан, жай ғана жоғары жағында Firebase-дің логотипі және сіздерге Activity email паспортты көрсетейін. Яғни біздегі пошталарымыз кез келген пошта арқылы, поштамыз және пароліміз арқылы кіруді көрсетейін. Жоғары жағында Firebase-дің логотипі, астың жағында email and password деп тұр. Бұл жерде сіздің emailіңіз және паспортыңызды енгізесіз. Мына төменгі жағында екі edit текст тұр. Ал мына жерде сіздермен осы Firebase-ге жоғары жағында Firebase-ге кірмеген туралы және дегі, яғни регистрация қалай орындалды, сол туралы болады. Ал астың жағында қай пошта тіркелді және де Firebase-дегі user ID-ді UID-ге тоқталатын боламыз. Жақсы, қазір мен алдымен авторизация Firebase-де қалай орындалады, соған тоқталайын. Ол үшін Authentication деген бөлімге өтеміз. Бұл жерде негізінен мынандай 4 менюдан тұрады. Жоғары жағында көріп отырсаңыздар, оң алғашқысы бізде users, яғни қолданушылар бөлімі. Келесі sign in метод деп тұр. Бұл жерде біздегі қандай метод арқылы біздің мобильді приложениемізге авторизация жасауға болады. Көріп отқандарыңызда адрес, электронный почта и пароль деп тұр. Яғни біздегі кез келген электронды почта және пароль арқылы. Сосын телефонымыздың номері арқылы, тағы Google аккаунтымыз арқылы, тағы басқа да GitHub сынды, Facebook сияқты біздің әлеуметтік желілердің логин парольдерімізді пайдаланып авторизация жасай аламыз. Ары қарай templates бөліміне өтетін болсақ, бұл жерде біз мысалы
егерде сіз қазір электронды поштаңызды қоятын болсаңыз авторизацияға, соған подтверждение үшін сообщение барады, хат барады, сол үшін мына бөлім қажет болады. Бұл жерде мына жерде no reply деген адрестен сізге мындай сообщение келетін болады. Бұны әрине өзгертіп қоя аламыз біз. Так, мына жерде no reply, ары қарай да өзіміз кез келген нені жазып қоя аламыз, текстімізді. Жақсы, бұған тоқталмай қойын, ары қарай кеттік. Бізде келесі usage-ге алдағы сабақтарда тоқталатын болам. Жақсы, қазір сіздермен мына электронды адрес электрон почта и пароль деген бөлімде сіздермен осы бөлімді пайдаланатын боламыз, осы авторизацияны қолданатын боламыз. Ол үшін біз сіздерде мына выключить өшіру немесе қосылу тұруы мүмкін. Осылай сіздер қосасыздар. Сосын астыңғы жағында тағы бір біздегі радио баттон тұр. Ол жоқ, кешіріңіздер, радио баттон емес. Так, біздегі мына қосу, выключить ссылка по электронной почте, вход без пароля дейді. Оны қоспасаңыздар да, қоссаңыздар да өз еріктеріңізде. Жақсы, ары қарай кеттік. Бізде енді мен электронды поштам арқылы регистрация, сосын авторизация жасай алам. Ол мына терезеде. Қазір сіздерге мобильді қосымшамды қосайын. Так. Міне біздегі мына тереземіз сіздерге жаңелде сылып отқан Firebase-ге қосылған, және Firebase-ге қалай қосылу керек деген болсаңыз, Android Studio қалай қосылады, Firebase ол үшін Tools, сіздерде мына жерде Firebase деген тұру қажет, қосулы тұру қажет. Бұл жерде біз қазір ашылып жатыр, менде Ascent деген бөлім, бұл жерден қазір менде не қосылып тұр? Авторизация. Бұл жерде менде email and password тұр. Менде көріп отырсаңыздар жасыл түсте жанып тұр. Connect to Firebase, яғни Firebase-ге байланыс бар. Add Firebase authentication to your app, яғни сіздің мобильді қосымшаңызға авторизация үшін Firebase қосылған дейді. Тағы да мына жерде қалай қосу керектігі туралы қысқаша кішігірім методтар ұсынады. Әрине, оны сіздер пайдалану керексіздер, немесе өздеріңіздің методтарыңыз арқылы жазасыздар. Негізінен осы көп программистер осы методтармен пайдаланып, негізінен жасайды, байланыстырады. Жақсы, ары қарай кеттік. Бізде қазір мобильді қосымшада қалай жұмыс істеп тұр, соны көрейік. Қазір менде уже тіркеліп қойған едім. Так, мобильді қазір телефонды мына жақтан басырайын. Так, осы жерден мен өзім поштамды тіркейін, мысалы. Міне password кез келген текст жаза салайын. Так, create account, яғни біздің аккаунтты тіркеу. Басайын. Міне жерде көріп отырсаңыз, менде email user мендегі поштамды шығарды, мендегі email арғары Firebase UID дейді. Мына жерде сіздердің парольдеріңізді осылай шифрование жасап, оны қай жерден пайдаланып көруімізге болады. Оны біз Firebase-ге кіремізден users бөліміне өтеміз. Ары қарай осы жерден, так, мен обновить жүрейін. Менің қазір поштам қосылған болу қажет. Так, міне 2 декабря деп тұр, яғни 2 так, желтоқсан ай. Дұрыс уақыты міне осы жерде қосылған. Так, менде дұрыс жармай тұрғаны мына не signet in деген жерде датаны дұрыстап қою қажет еді. Міне поштамды қостым, не user UID біздегі шифрование жасалынған.
яғни басқа бір сыртқы атакалар болған жағдайда да біздің қорғанышымыз мықты деген сөз Firebase'де тұрса. Жақсы, енді бұл жерде не жасаймыз? Бұл жерде verify деген қандай қызмет атқарады? Бұл подтверждение. Так, мына жерде сіздің мына жерде жаңелде тосты жазып шығарды, сіздің поштаңызға подтверждение кетті, сол подтверждать етіп текст кетті дейді. Ары қарай поштамызға кіріп көрейік. Так, мен уже кіріп қойған едім. Так. Қазір обновление жасаймын. Бұған дейін де тексеріп көрген едім. Содан келген болу керек. Так. Қайта жіберіп көрейін. Міне жоғары жақта қарасаңыздар келіп тұр, жоғары жақта. New replay. Мына жерде что подтвердить адрес электронной почты, пройдите по ссылке ниже дейді. Осы жерден сіз подтверждение жасайсыз. Әдетте нелерде де бір сайттарға подтверждение осылай жасалынады, білесіздер ме? Дәл сол сияқты сізде мобильді қосымшаңызда дәл осылай подтверждение жасата аласыз. Және де мен көрсеткендегідей тексті өзгерте аласыз өзіңіздің қалауыңызбен. Міне адрес электронной почты подтвержден. Артқа қайтсақ болады. Дәл мынау тексті біз өзіміз жаза аламыз. Мына тексті. Бізде Firebase'де жаңелде мен айтқан, мен көрсеткенімдей, так, мына жерде темплейтсті өзгерту керек. Мына жерде подтверждение адреса электронной почты для входа в приложение. Дәл осы жерлерді сіздер өзгертіп жібере аласыздар. Мысалы, здравствуйте, мына жердегі текст менің атымды ала алмай қалыпты. Недегі текст жарып қойын. Міне дәл осы текст тек өзгертіп жай ғана жіберіп отырасыздар. Яғни Firebase бізге не үшін қажет бұлтты есептеу? Бізге бір шама жұмысымызды қолайлатады. Яғни қалай? Бізге уведомление келетін болады, біз сообщение жазалатын боламыз. Қазір мен жай ғана регистрация қай жерге жасалынып тұр? Бізде регистрация жасалынып, бізде мына юзерский кеп тұр уже. Регистрация жасалынған, авторизациясы қалай көрініп тұр бізге. Так. Мынаяқта шықты. Мысалы, міне reload. Бізде авторизацияда жұмыс істеп тұр. Яғни мен қазір жай ғана сіздер әдетте басқада социальный сеттерге болсын, мысалы Instagram, ВК, социальный сеттер. Соған кіргеніңізде логин және пароліңізді жазып кіресіз. Дәл сол сияқты Firebase'дің мүмкіншіліктерін пайдалана отырып, бізде дәл сол логин пароль жазып, сол Firebase'дің базасында сақтауымызға болады. Сіздер дәл осы мүмкіншіліктерді пайдалана аласыздар. Тағы да басқада өте мүмкіншіліктер көп. Қазір Firebase'дің мысалы, мына біздегі базасын қолдана аламыз, кәдімгідей таблица күйінде және де push уведомлениялар жасай аламыз. Жоғары жақтан түсетін уведомленияларды жасай аламыз. Басқада функционалдар өте көп, оны келесі сабақтарымызда сіздермен бөлісетін боламын. Жақсы, олай болса, сау болыңыздар. Сабақ аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша.